жылға жуық уақыт бойы өмір үшін күрескен ұлттық ұлан сарбазы Ербаян Мұхтар дүниеден озды. Қаралы хабарды кеше түнде редакциямызға Ербаянның ағасы жеткізді. Армысыз көрермен, эфирде ел дауысы. Студияда мен Фарида Сейілханқызы. Ербаянның жүрегі түнгі сағат 9-дар шамасында тоқтаған. Мұны жақындарына ақ халаттылар хабарласып айтқан. Ауруханаға алып ұшып жеткен анасы ұлының қазасына сене алмады. Мен баламды өтіксіп, денесілері пыстық, аппаратыраны өшіріп саған алады. Отбасының құқығын қорғап жүрген заңгер Инга Иманбайдың айтуынша, Ербаян күні бүгін Түркияға ем алуға жеткізілуі тиіс болған. Бүгін Ербаян Түркия еліне кету керек болған. Себебі бір күн бұрын мен сөйлескен кезде ата-анасы сондай шешім қабылдағанын Турциядағы клиникамен келісіп, бүгін таңда Турциядан реанимациялық, яғни ішінде барлық реанимационный жағдайы бар, 2 реаниматолог врач бар, борт келіп түсте, таңертең Турциядан ұшып түсте Ербаянды салып Астанадан алып кету керек болған. Бұған дейін мамыр айының аяғында Ербаянның жағдайы күрт нашарлап, ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығына жатқызылған. Түркиядағы ұзақ емнен кейін беті бері қарағанмен, кейін денсаулығы қайта сыр берген. Министрлік Ербаян Түркияға алғаш ем алуға барар сәтте бару қайтуын ғана, яғни ұшақпен қамтамасыз еткен. Ал емге жұмсалған ақшаны халықтың қолдауымен ата-анасы төлеген. Екінші ем сапарында төлем екі жақты болған, яғни денсаулық сақтау министрлігі жартылай көмектескен. Ал осы жолы министрлікке өтініш берілгенмен ата-анасы ұзақ күте алмағандықтан Ербаянды өз есебінен емдетуге шешім қабылдаған. Инга Иманбай бұл оқиғаға апта бұрын Астанаға Ербаянды көруге барған сәтінде куә болғанын айтады. Отбасы отандық дәрігерлерді салғырттық танытты деп айыптады. Туыстарының айтуынша, жас жігітте өмір белгілері байқалып тұрған сәтте жасанды тыныс алдыру аппараты өшірілген. Үйде жап-жақсы жүрген, оның пневмониясын өзіміз емдеген едік. Кейін жедел жәрдем шақырып, олар Ербаянды алып кетті. Ауруханада 20 күндей жатты. Менің телефонымда видеолары сақталған. Ол демалған трубкасы іріңге толып кеткен. Оған ешкім қарамаған. Содан кейін инфекция кеткен ғой. Денсаулық сақтау министрлігі болса, бұл айыптаулармен келіспейтінін, дәрігерлер науқастың өмірін сақтап қалу үшін барлық қажетті емдеу және реанимациялық шараларды толық жүргізгенін мәлімдеді. 2026 жылғы 23 маусымда сағат 21:40-та пациенттің биологиялық өлімі тіркелді. Өлімнің тікелей себебі ауыр бас ми жарақатының салдары мен оған қосылған асқынулар аясында дамыған көп ағзалық жеткіліксіздік синдромы. Ербаянның демі үзілген соң араға 2 сағат салып, марқұмның ата-анасы журналистерге ұлының мәйітін ала алмай отырғандарын хабарлап, көмек беруін сұрады. Ал ағасы Наурызбай Сәкібай полиция қызметкерінің әпкесіне күш қолданғанын айтып, бейне жазба жолдады. Пистолет майында отыр ғой. Журналисты, где вы все? Прикинь, пистолетті атайында отыр. Ербаян Мұхтар 27 маусымда небәрі 24 жасқа толар еді. Еске салсақ, марқұм әскерге 2023 жылдың қыркүйек айында өз еркімен қабылданған. Ал желтоқсан айында, яғни 2023 жылдың соңында, қатардағы сарбаз әскери бөлімде ауыр бас ми жарақатын алып, комаға түскен. Әскерилер оны әжетханада құлап, басын ұрып алды деп мәлімдегенімен туыстары ғана емес, дүйім жұрт бұған сенбеді. Ербаян мына жерде отырады. Түрегеп тұрады, кіші дәрет сындырып тұрады. Анау контрактник мына жерде отырған. Ол үлкен дәретпен отырған. Мына контрактник айтуынша, Ербаян мына жерге тұрды, дәретін сындырып болған кезде шалқалап құлады дейді. Сол кезде мен жүгіріп келдім. Басы айналды ма, тайып құлады ма, оны сол айтып отырып қойды. Даже басы айналса да, тайып құласа да, мұндай ауыр бас ми жарақат алынбайды. Оған не алып келуі мүмкін? Ол бетіне бір жарақат алса, есінен талып, сүдесімен түседі. Алматыдағы ауруханада 3 аптаға жуық уақыт ішінде есін жиған сарбаз өзін соққыға жыққанын ыммен түсіндірген. Алайда кезекті отадан соң ол қайтадан комаға түскен. Палатасына кіріп жүрдік. Сөйлесеміз, сонда мен кіріп сұрағанда Ербаян сені ұрды ма деп айтып сұрап едім ғой. Жаңа келіншегім де сұрады, мен де сұрадым. Мен сұраған кезде, "Иә, папа" деді. Бізде ғой ұрды деп айтқан баланың. Біз сұраймыз ғой, мен сұраймын, папасы сұрайды, әкесі. Ұрды ма деген кезде бала белгі береді. Басын изеп, көзін қысып, қолымызды қысып. Солай белгі бер дегенбіз ғой, солай белгі береді.
Оны жаңағы біздің юрист барып Оспанбек Бақдәулетке айтады. Содан кейін осындай жағдай болып тұр ғой. Госпитальға, военный госпитальға ауыстырып, баланы бір түннің ішінде госпитальда осындай басында әрім пайда болды деп осындай операция жасап жарты миын алып тастап тұр ғой, бір бөлігін. Айта кету керек, Ербаян жарақат алмас бұрын ата-анасынан жиі ақша сұраған. Осы оқиғадан кейін полиция қылмыстық іс қозғады. Кейінірек сарбазды емдеген дәрігерлерге де жеке тергеу басталды. Жоғарыдағылар істі жаппақ болған сәтте бұл істі заңгер Инга Иманбай алды. Артынша қоғамда резонанс болып, халық Ербаянның шетелдегі еміне 220 миллион теңгеден астам қаражат жинап берді. Осылайша Алматы мен Астанадағы емнен кейін сарбаз 2024 жылдың күзінде Түркияға оңалтуға жіберілген. Бұл іспен 2 жылдан бері айналысып келе жатқан заңгер Инга Иманбай әжетханадан құлап кеткен адам соншалықты ауыр бас мен жарақатын алмайды дейді. Бұған кім сенеді? Адвокат тәуелсіз сарапшылармен бірлесіп жасалған сараптама нәтижелерінде әлімжеттік белгілері болғанын айтады. Сол 2 жылдың ішінде 4-5 сараптама жасалды. Оның ішінде тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен сараптама жасалды, мемлекеттік органдардың сараптамасы жасалды. Ең соңында бір-біріне қарама-қайшы болғаннан кейін, яғни біздің сұрауымызбен жасалған тәуелсіз сарапшылар қосылған сараптама өз бойымен құлап ондай жарақат алуы мүмкін емес деген қорытынды шығарды. Мемлекеттік сарапшылар жасаған сараптама мүмкін деген қорытынды шығарды. Сөйтіп қарама-қайшылық болғаннан кейін халықаралық сараптама тағайындалды. Ең соңғы сараптама ол халықаралық сараптама болды және оның қорытындысы шындығы керек тергеуге де ақпарат бермейтін, біз үшін де ақпарат бермейтін, яғни тәуелсіз сарапшының қосылған сараптамасына сипаттама және мемлекеттікке сипаттама бұлай да болуы мүмкін, бұлай да болуы мүмкін деген берді. Тергеу әрекеттері 2 жыл бойы үздіксіз жүрді және жаңағы дәретхананың ішінде камера жоқ. Енді дәретхананың ішінде болмайды, ол сыртында болған. Бұл жерде жағдай дәретхананың ішінде болғаннан кейін андай не дейді ғой, видео, яғни прямой доказательство болған жоқ басынан бастап. Себебі оқиғаның өзі дәретхананың ішінде болды. Дәретхананың ішінде өзі 3 адам болған. Оның екеуі қазір енді сөйлей алатын жағдайдағы екеуі бір-біріне көрсетіп тұрған жоқ. Яғни қанша сұрау болғанның өзінде де өзі құладымен тұр. Айналып келген кезде тергеу органдары Ербаянның жағдайына, яғни Ербаян өзі кімді айтады, қалай болғанын айтады дегенге біз тірелген жағдайда қазір іс ашық күйінде тұрған. Тергеуге сәйкес олар Ербаянның өзі түсініктеме беруін күткен көрінеді. Ербаянның біз 2 жылдың ішінде жағдайының жақсарғанын, ең болмаса қандай да бір белгімен, ишаратпен өзіне қатысты не болғанын білдіре алатын жағдайын күттік. Және әр кезде оның жағдайы жақсарған кезде мен барып ең болмаса ыммен көрсете алама, жазып бере алама, тергеуге пайдалана алатындай және Ербаянның жағдайы тергеу тобын шақыра алатындай және мүмкін видеофиксациямен қандай да бір оның пікірін ала алатындай деңгейді күттім. Және біз бірнеше рет ондай жағдайға келіп қалды деген үмітте болдық. Алайда Ербаянның жағдайы жақсарған кездер болды. Кішкене адам танып сөйткен кездер болды. Адам танығанда енді сөйлей алмайды, атын айта алмайды, бірақ туыстарын ажыратып дегендей. Сондай деңгейде болды. Алайда өкінішке орай 2 жылда Ербаян өзіне қатысты жағдайды анық тергеуге қолдана алатындай айтып беретін жағдай болған жоқ. Туыстарын танып, олардың дауыстарын ажырататын деңгейге, тіпті
өмірде оқиғаға дейін мені танымаса да сенің өкілің қорғаушың деп үйінде көп айтылады. Сол кезде мен барған кезде Ербаян сені іздеп Инга келді деген кезде андай ишарат танытып мені қолымды қысып деген деңгейлер болды. Сол кездері біз Ербаянның болашағына үлкен үмітпен қарайтынбыз. Ал бүгін Ербаянның отбасы Астанадағы мәйітхананың алдында жиналды. Әкесі Хамит Мұхтар мәйітханадан бейнеүндеу жолдап, ұлының мәйіті әлі ашылмағанын айтты. Олар Ербаянның денесін алуға келген. Кеше осы моргқа келіп, осы моргқа Ербаянды тастап қойған, жатқызған осы моргқа. Сол ешқандай жалған ақпараттарға сенбеңіздер. Бермей жатқаны жоқ емес. Өздерінің заңы бойынша жаңағы прокуратурадан отказной справка деді. Соларды әкелсеңіздер, баланы алып кетелесіздер деді. Сол қазір енді прокуратурада қағазды күтіп отырмыз. Құдай қаласа, обедке дейін алып қаламыз. Ал бірер сағат бұрын Ербаянның әкесі редакциямызға өзінің зират басында мәңгілікке кеткен ұлына жер таңдап жүргенін, бәрінен бас тартатынын жеткізді. Себебі сараптама тағайындау үшін бауыр етінің денесі кесілгенін қаламаған. Жүрегі қанжылаған әке әділдіктің орнамайтынына көзі жеткендей, оған дейін де үмітін үзгенін ашық айтқан еді. Баланы экспертизаға алып кетеміз деді. Біз айттық, экспертизаға бермейміз, баланы осы жерден үйге алып кетеміз дедік. Вскрытие жасап тастайма деген ойымыз ғой жаңа. Алланың алдынан қалай кеттім, Алланың алдынан солай келуім керек. Сондықтан сол өзі 12 мүшесі су қалпысымен жібергіміз келеді. Бір басшыларыма, біреулері сол жаңағы мән-жайдың бәрін түсіндіріп, мен сіздерге жаңағы өзімнің уәдемді беремін. Балаңызды ешкім кескізбейді. Бараны қазір моргқа апарды. Больница уже шығарып тастады. Далада жатпайды ғой бала. Оны моргқа апару керек заң жүзінде. Сол моргтан келіп алып кетесің. Жаңа смертельный справкасы бар, сол жерден алынады. Жаңа справка тағы да бір қағаздар бар деді. Сол жерден аласыздар деді. Әлі алған жоқпыз. Жолдасым сол жақта. Сонда қазір күтіп отыр. Біз істің барлығымен сөздің ішіне кіріп бас тартып отырмыз. Неге десеңіздер, ешқандай шындық ашылмайды. 2026 жылдың алғашқы 90-ында әскердегі әлімжеттік 75%-ға дейін өсіп, 140 жағдай тіркелген. Бас прокуратураның мәліметінше зардап шеккендердің 3-тен 2-сі 20 жасқа дейінгі сарбаздар. Осы тұста халықтың атынан өз ойымды қосқым келеді. Өрімдей жас жігіттер қаза таппай қайтсын. Әскерге 18 жастағы енді ғана мектеп бітірген бозбала да 25-26 жастағы сұмдықтың бәрін көрген жігіт те барады. Бір бөлімшеге түседі. Міне әлімжеттік қайдан шығады. Мен қазір саналы түрде заңгер ретінде айталам, бұл жүйелі мәселе. Яғни армияға реформа керек. Армиядағы қауіпсіздікке реформа керек. Және Ербаян сияқты кейстер армияға деген халықтың сенімін төмендетіп жіберді. Және мемлекеттік органдар қазір сол сенімді қайтаруға мүдделі болуы тиіс. Ол мемлекеттің ең басты андай инстинкт самосохранение дейді ғой. Өзінің халқының сенімін жоғалтып алған мемлекеттен не шығады? Сондықтан дәл қазір ол сенімді қайтару үшін армияға үлкен реформа керек. Енді мен бағана дұрыс айттыңыздар, Ербаянның ісін қолға алғалы бері осы салаға жауапты көптеген чиновниктармен де кездестім, депутаттармен де кездестім. Осы салаға жауапты адамдардың пікірін тыңдадым. Және бірнешеуінен ой, қазір сендер айғайлатып жүріп, біз армияны детский садқа айналдырып жібердік қой, мынандай өзгерді. Біз қазір ата-анамен WhatsApp байланыс орнатып қойдық, чаттар құрдық, осындай қауіпсіздік мәселесін қолға алдық деген ақпараттар айтып жатады. Өте жақсы, жасасын, солай болсын. Алайда ол жекелеген мәселелер, мүмкін жекелеген нелерге байланысты шығар, не дейді ғой, әскери бөлімдерге қатысты. Олай емес. Кәдімгі кешенді
үлкен мемлекеттік деңгейдегі реформа керек. Және ол реформа қалайда әрбір атана мен әскерге баламды жіберсем, оның аман қайтатынына кепілдігім бар деген сенімді қайтаратындай болу керек. Мен Ербаянның ісін қолға алған кезде жалпы статистикамен таныстым. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, ондаған тіпті жүздеген өлім болғанымен, оларға қатысты мәселе сотқа жетіп, сот шешімі шыққаны бірен саран, тіпті жоқтың қас деп айтуға болады. Сондықтан бір әскердегі болған қылмыстарға қатысты әділеттілікке жету өте қиын екеніне әбден көзімді жеткіздім. Сондықтан бұл жерде бір жеке Ербаянның ісіне қатысты менің аяғымды шалу емес, заңгер ретінде жеке менің аяғымды шалу емес, жүйелік мәселені көрдім. Яғни әскерге қатысты қылмыстар ашылмасын деген бір астыртын команда бар сияқты бір сондай сезімде қаласың. Айта кетейік, Ербаян Мұхтар Алматыдағы 55-71 әскери бөлімінде болған. Халықта шындыратыны қылмыстар өз-өзіне қол жұмсау абайсызда болған оқиға деген секілді нұсқалармен жабылып қалады. 6 жыл ішінде өз-өзіне қол салғандардың санын естісеңіз шошисыз. 89 адам. Биылғы жылдың алғашқы 3 айында ғана мерзімді қызметке кеткен 4 сарбаздың отбасы қара жамылған. Реформа жасайтын уақыт әлдеқашан жетті ғой, министр мырза. 2020 жылдан бері Қазақстан армиясындағы әскери қылмыстардан 1,4 адам зардап шеккен. Оның 47-сі қаза тапқан. 47 жанның қаны мен 47 ананың зары менің жауапкершілігімде, менің мойнымда деп ойламайсыз ба? Ал қымбатты көрермен, бүгінге айтарым осы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Арнамызға жазылып төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Фарида Сейілханқызы, жоба жетекшісі Гүлжан Ерғалиева. Қош, сау болыңыздар.